Кеш батса болды, әйел баласының басты проблемасы осы кешке не тамақ істеймін шығар, я. Тем более таңнан кешке үйде болсаң, тамақтан басқа ештеңе ойламайсың ғой. Қой құрсын деп кешкі мазырымды дайындайын деп осылай офисіме қарай жолдарды бірінші келіп очередь етімді холодильниктен шығардым. Мә, қатып қалды ғой, тезде шығармайсың ба? Осылар сөйлемей ответ қайтармаса болмайды. Етімді ерсін деп солай пештің үстіне қойып кетіп газ келемде кетіп қалса, мама етті салып қойды. Мә, мама молодец, молодец дедім да, солай не тамақ істеймін деп, әйтеуір не тамақ болса да картошка қосам дедім. Жатам, не тамақ істейін жатсың? Сол қарқылып бізде не тамақ істейді дейсің, макарон істейтін шығар. Сендерге бәрібір емес па, не тамақ істесем де бәрібір бір ішек қарынға кетесіңдер ғой деп, бұларға ұрсып беріп, марковымды, пиязымды бәрін шығарып алып, оларды шешіндіруге кірісіп кеттім. Фу, мына жерде бір сасытып жатыр ғой. Жатам, картошка қап-қара болған бәле, жатам аға дейсіп тұрсың. Үндемей кетейікші, үндемей. Жатам, қыздар, хабарларың бар ма, не істейін деп жатыр өзі? Макарон істейді да, басқа не істейді? Сонда біз макароннан басқа ештеңе еске аспаймыз ба? Көпсіз боқсыз тез-тез шешіңдер деп бұларға ұрсып бердім. Пияз! Дәл қасында тұрмын ғой, не болды сонша бақырып? Шешін. Я деп бұл ғой. Кім шешіндірейін деп жатсың? Шешінсең өзің шешін. Шешіне берсей, келатыр ғой, бәрібір шешінесің. Ауыздарың жабылмайтын бір пәлеге келсіңдер. Өзім шешіндірмесем, өздерің шешінетін түрлерің жоқ деп. Мынау бізді голый қойған ес жынды ма? Пияз. Ту, қайсың сасып атқан. Жатам, бәріңні бізге ғана әлдерің келе ма не? Соны айтам. Біз бір ашуымызға тезек шашыратып жібереміз ғой сендерді. Сендердің ауыздарыңды тез-тез жаппасам, менімен ұрсып, сендер бәлеге қалған шығарып, сендердің ауыздарың шығарып деп, осылай тез-тез суға салдым да шомылдырып алдым. Туф, шомылдырып едім, тұрап беліктерін кіріп, әп-әдемі болып қалдыңдар ғой. Бірінші қайсын кетесіңдер? Пиязды жіберші, пиязды. Қап-қара болған картошка, сен басынан бастап сөйлеп осының бәрін білдіріп жүрген сен деп, осыған ұрсып беріп, бірінші картошканың шырайын шығардым, екінші марковтың, үшінші пияздың шырайын шығарып, осылай үшеуін турап алдым да, тамақтың ішіне салып жібердім. Ал енді сөйлеңдер дедім. Мана не дедіңдер? Макароннан басқа тамақ істемейді дедіңдер ма? Қазір сендерге көрсетейін деп, нан салмас деп жібергенсің ғой. Солай нанды жайып, әп-әдемілеп кесіп, оның үстіне тілі шыққан картошканы, марковты, етті бәрін үстіне шығырып, осылай үстіне сал жібердім да, әп-әдемі қылып тамақ қылып шығара қойдым. Осылай бізге ас болсын. Бүгінгі біздің тамағымыз нан салма болды.